Жас қайын атты Нұркеннің авторлық көркем әдеби әңгімесіне қош келдіңіздер. Екінші бөлім. Өмір осылай шат-шадыман қалыпта тұра беретіндей көрінуші еді. Бір-бірін қабақтан ұғысқан жас жұбайлардың жарасымды тірлігі, сәбилердің мұңсыз күндері, жанында риясы жарылқайтын қамсыз шақтардың аяқ асты басқа-арнаға түсіп, өзгеретінін кім болжапты? Кішкентай қанат пен махаббаттың әке мейіріміне бөленбеген, маңдайларына әке алақаны тимеген өмірді танып біле бастаған кездері. Бір күні Айгүл қайнысының үйлену тойына баратын болып, махаббатты қанаттың анасы Алмагүлге қалдырып тұрып, «Алмагүл, мен саған көзімнің қарашығындай аялап өсіріп отырған махаббат қызымды қалдырайын, 3-4 күнге қарай тұрарсың» деді. «Әрине, Айгүл, сен алаңдамай, асықпай, жақсы демалып қайт. Мен қызына еш қиындықсыз бас көз болып қарай тұрамын». «Қызым, Алмагүл апайыңды тыңда, мазалай берме, ренжітпе, ақылды бол» деп, қызының бетінен сүйген анасы жолға аттанды. Балаларды төсегіне жатқызған Алмагүл осыдан 2 жыл бұрын өзінің жолдасы Арман мен оның досының ақпан айында жүк апара жатқан түні Ресей мемлекетіне таяу жерде аяқ астынан ауа райы күрт өзгеріп, түк көрінбейтін боранда кенеттен жүк көлік жолдан шығып кетіп, 2 рет аударылып, екеуінің де қайтыс болған кезін есіне алды. Сол күнге дейін Арман екеуінің қалай бақытты болған күндерін көз алдына елестетіп тұрып, рахаттанып ұйықтап жатқан 2 балаға ұзақ ғұмыр мен бақыт тіледі. Алмагүл ұйықтар алдында айнаға қарап отырып, өзінің қатты өзгеріп кеткенін енді байқады. Арманы барды әдемі, бидай өнді, өмірге құштар бақыт еді. Өзінің туған ауылының емханасында медбикелік қызметіне барынтасымен беріліп істейтұғын. Қазір осының бірі де жоқ. Тек қанаты үшін ғана өмір сүріп жүргендей. Бар үміт тілегі осы жалғыз перзентінің бақытты болуы. Ана ұлының махаббат пен баянды бақытты өмір сүргенін көз алдына елестетті. 4-ші күні Айгүл тойдан келді. Қызын қатты сағынған соншалықты құшағына алғанша асықты. Құрбысында сағынып қалған екен. Балалардың бетінен сүйіп, тойдың сарқытын Алмагүлге беріп, 2 құрбы шайға отырып, Айгүл тойдың әңгімесін айта бастады. Сол кезде махаббаттың «Анашым» деген дауысы құрбылардың әңгімесін үзіп жіберді. Айгүл қызына қарап, тура өзінің бала кезіндегі бейнесін көргендей болды. Өнінің ақ қобалығы, қыр мұрны, қасыменен кірпігі қап-қара болып, көзінің нұры сәуле шашып жайнап тұрғаны, тіпті қара шашының толқындағанына дейін өзіне тартып өсіп келе жатқанын көріп, қызын құшағына қатты қысып, сағынышын басып біраз тұрды. Құрбысы үлкен алғысын жаудырып, қызын алып кеткен сонда, Алмагүл оның той туралы айтқан әңгімесін біразға дейін ойлана жүріп, жалғыз ұлының мәнді де мағыналы ғұмыр кешуі жайлы армандап, біраз уақытқа дейін қиялға беріліп жүрді. Қадірлі қазақ елі, осы әңгіменің өзі және оқу барысы сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, ендеше менің өнеріме қолдау ретінде осы мен сөйлеп отырған видеоның төбесінде көрсетілген нөмірге 1000 теңгеден болса да аударып, өнеріме қолдау көрсетіңіздер. Бір-бірін демеген қазағым аман болсын.